Қайырлы күн баршаңызға. Егер де сіздің балаңыз сәбіз жемейтін болса, онда сәбізден тәтті осындай печенье дайындап беріңіз. Бізге ең алдымен сары май керек болады. Шекерімізді салып, ванилин және разрыхителімізді салып, жақсылап шекер ерігенше араластыратын боламыз. Мен осындай шанышқымен араластырдым. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бір қасықтай біз осындай майымызды алып қалатын боламыз. Ол бізге алдағы уақытта керек болады. Енді сәбізімізді осындай блендерден өткізіп, немесе терканың ең майда көзінен өткізіп, осылай салатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды міндетті түрде електен өткізіп, ұн салып, қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз бізде жұмсақтау, осындай орташа жұмсақта болады. Енді алып қалған сары майымызға жасыл түс беру үшін мен ұнтақталған фисташка қолдандым. Негізі ең оңайы тамаққа арналған краска, жасыл қамыр қажет болатын болады бізге алдағы уақытта. Сары май, ұнымызды және де жаңағы краскамызды қосып, осындай кішкене бізге жасыл қамыр қажет болатын болады. Мінекей дайын болды. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Аздап ұн сеуіп, қамырымызды жалпы көлемі 33 см, қалыңдығы 1 см-ге дейін жайып шығатын боламыз. Жұмсақ болады қамырымыз. Міндетті түрде осындай арасына ұн сеуіп тұрыңыздар. Қамырымызды жайып болғаннан кейін сәбіз пішінін беру үшін осындай пышақтың көмегімен осылай бөліп шығатын боламыз. Міне осылай өте оңай, осылай сәбіз пішінін беріп шығатын боламыз. Енді жасыл қамырымызбен осындай сәбіздің жасыл шөбін дайындайтын боламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Пеште 170 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп шығаратын боламыз. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.